Апармайсың ғой, Жоқ, иә? Апармай көр осы затымды, рейтингді 0 қылып жазатын жердің бәріне жазам барып. Боп тапшы, жүріңізші. Апарып тастайын. Сөйтсеші, ну? Жүріңіз. Ай, брачка, молодец. Өзің бір жақсы жігіт екенсің, ұнадың сен ше. Клиникта істейсіздер ме вообще? Я, клининг қой бізде. Сендер таксовать етіп жүріп, біз сияқты таба алмайсыңдар ғой енді. Жоқ, вообще нормально табам. Қанша табасыңдар сонда күнделікті? Мен жақсы десем айына 600-700 табам. Егер Қош! тоқтамай істейтін болсам, мен 1,5 миллионға дейін, 1,5 мыңға дейін шығамын. Қош! Ойбай, бірінші рет естіппін осы таксистердің миллионер дегенінше. Негізі мынау 16-шы заказым ғой. 16-шы заказ дұрыстан купон береді да саған. Сол купонды алып бәйге қатысасың ше. Ол бәйгеде, в общем, 2,5 миллион теңгеден 500 мыңнан 5 адам кредитін жауап береді. 1 миллион теңгеге бытовой техника ойнатқызады. Ішінде еще 1 тонна бензині бар ма? Әйтеуір соған ілініп кетейік деп жүріп қапшы. Әй, не деген батпан құйрық мынау? Бізде сондай арба деген таксопарк бар. Өзі ай сайын осындай бір креативный нәрселер ойнатып тұрады. О, күшті екен ғой қазір. Ана менің інім бар ғой, өзімнің інім. Таксида істейді, ол 4% деп па сөйтіп айтып отқан, ондай подарок түгіл тасбақа әкеп атқан жоқ үйге. Сендердің проценттерің қанша? Ой, біздің процент арзан әпше. Қанша? 1,5% ба, сондай бізде. О, конечно, 1,5% болған екен, айына 1 миллион табасың. Ана 4%пен күніне 5 мың теңге тауып жүр ғой. Ініңізге айтсаңыз, бізге тіркелсін. Қалай тіркелеміз енді сендерге? Ол тіркелу үшін арба таксопарктың инстаграмына кіреді, сол жерде ссылка бар. Сол ссылканы басады тағыны, менеджерге хабарласса, полный тіркеп өздері неғып береді.